Сәлем достар, бүгін үй жағдайында шаурма жасаймыз. Ең алдымен тауық төс етін ұзыншақтап турап аламыз. Содан кейін ыдысқа салып, кептірілген пияз, паприка, қызыл және қара бұрыш қосамыз. Сәл май құйып, етті 1-2 сағатқа маринаттаймыз. Дайын болған етті қызып тұрған майға қуырып аламыз. Ет қызарып піскенше қуырамыз. Енді көкөністерді дайындаймыз. Қияр, қызанақ, пияз, болгар бұрышын жолақтап тураймыз. Кетчуп пен майонезді араластырып соус жасаймыз. Енді жұқа лаваш аламыз. Лавашқа қуырылған ет, көкөністер мен соус саламыз. Лаваштың екі жағын бүктеп ораймыз. Содан кейін шаурманы табаға салып, екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің үй жағдайында дайындалған шаурма ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.